Қайырлы күн, сіздермен бүгін біз бірге чай әзірлейміз. Бұл жай чай емес, өте ерекше чай. Сол үшін менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып, достарыңызға жіберуді, видеоларымды соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Ал ендеше біздің бүгін әзірлейтін чайымыз махаббат чайы деп аталады. Ол үшін осы жерде көріп тұрған заттар бізге қажет. Бал бізге керектігі, жасыл шай, қызыл шай, мята керек. Мына жерде біздің меркіде өскен қадімгі табиғи таза мята. Мен жаздың күні алып кептіріп алған етінмін, және лимон қажет болады. Ал осы аталған ингредиенттерді ыстық сумен шайылған чайникке саламыз. Қызыл шай, жасыл шай, мятаны саламыз, лимонды саламыз, және де бал қосамыз. Достар, егер сіздерге чайдың тәтті болғандығы ұнаса, балды көбейтсеңіздер болады. Ал енді осының үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Мінекей достар, енді мен сіздерге мына чайдың аңқыған иісін сөзбен жеткізе алмаймын. Өздеріңіз жасап көріңіздер. Міне, чайымыз дайын болды. Ал енді осы чайдан ішіп көрсек, достар. Мен сөзбен жеткізе алмай тұрмын сіздерге мына чайдың иісін қазір. Бал мен лимонның иісі, мятаның иісі қосылып, қандай керемет. Достар, жасап көріңіздер, махаббат чайы. Бұл чайды кешкісінде, таңертеңде, түсте де ішуге болады. Бұл жерде өздеріңіз байқағандарыңыздай, тек қана бір чайдың түрі емес, бірнеше чай болып тұр. Міне достар, менің каналыма жазылып, тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Чай емес, бал болды достар.